Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге меренговый творожный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасаудан бастаймыз. Ол үшін весіғам. Осылай керекті заттардың барлығын өлшеп, песочный қамыр жасайтын боламыз. Заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Яғни 3 жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп, сары уызына 250 грамм творог, қант қосып, творожный начинка жасаймыз. Ал ақ уызын меренга жасауға қолданатын боламыз. Ақ уыз бен сары уыз араласып кетпеу керек. Мұқият бөліп алатын боламыз. Творожный начинкаға мен 250 грамм творог, домашний творогты қолдандым. Өте дәмді болып шықты. Үш жұмыртқаның ақ уызына 160 грамм қант, шым-шым тұз қосып, меренга жасап алдым. Осылай меренгамызды ақ пенка болғанша араластырып аламыз. Миксердің көмегімен. Ал творожный начинкамызды осылай блендермен езіп алатын боламыз. Енді пирогымызды жасаудан бастаймыз. 22 диаметрлі формочкамызға осылай қамырын орналастырып, оның үстіне творожный салмамызды салып, бетіне ақ меренгамызды орналастыратын боламыз. Қасықтың көмегімен не болмаса, осылай орналастыруыңыздар болады. Мен 25-30 минуттай пісіріп алдым. Осындай өте әдемі, нәзік болып шығады.